Әрине біз бұл есепті басқа да жолмен шығара аламыз. Тек қана теңдеу құрып емес, немесе бір айнымалысы бар теңдеу құрып емес, екі айнымалысы бар теңдеу құрып шығаруға болады. Теңдеу құрмай да шығаруға болады. Қараңыздар, егер біз айнымалыларды қабырғаларын А, Б деп қалдырсақ, жаңағы ұзындығы мен ені, онда мына артық десе де, кем десе де, ол екі санның арасындағы айырмашылығын көрсетеді. Екеуі тең емес болса, онда біреуі бірінен артық, біреуі кем болады. Және бұл артық кем тек қана сөйлем қайсынан басталып тұр, соған байланысты. Үлкеннен басталса артық дейді, яғни үлкені кішісінен осыншама артық дейді, ал кішісінен басталса кішісі үлкеннен осыншама кем дейді. Жалпы бұл артық кем деген зат, артық болсын немесе кем болсын, бұл негізінде айырмашылық. Айырмашылық деген сөз, яғни екеуінің арасындағы, екі берілген санның арасындағы айырмашылығы. Олай болса, айырмашылық табу үшін біз екеуін бір-біріне азайтсақ болады. Яғни А ұзын екенін көріп тұрмыз ғой Б-дан. Олай болса, екеуінің айырмашылығы, яғни А азайтылған Б 5-ке тең деп. Және де бізде бұнда периметр беріліп тұр, сонымен қатар аудан сұрап тұр, иә? Енді қараңызшы. Айырмашылық жаңағы А азайтылған Б. Мына 5-ке тең. Артық десе де, кем десе де, сол екеуінің айырмашылығы 5. Ал енді олардың қосындысы, мына 18-і 2-ге бөлдік. А қосу Б бізде неге тең? 9-ға тең. Бұлай екі теңдеу құрып жүйеге алсақ, бұл теңдеулер жүйесі болады. Яғни екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесіне арналған есеп ретінде қарасақ, және оған теңдеу құрастырсақ, теңдеуіміз былай болып кетеді. Бірақ ол басқа тақырып, иә? Бұны біз әрине қосу әдісімен шығарып жүрсек болады. Неге? Өйткені мына минус Б мен плюс Б екі теңдеуді бір-біріне қосып жүргенде олар бір-бірін жойып жібереді. Мысалы, А-ға А қоссақ 2А болады мынарда. Минус Б плюс Б бір-бірін жояды да, 5-ке 9 қоссақ 14 шығады. Енді 14-ті 2 бөлсек, А-ға 1-ға шығады, А-ға 1-ға 7 болды. Яғни мына ұзындығы шықты. 7-ні мына бірінші теңдеуге, екінші теңдеуге қоя беруге болады. Кез келгеніне қойсақ та Б-ның мәні 1 болып шығады. Яғни 7 азайтамыз мына Б-ны 5-ке тең дейді. Демек Б-ның мәні 2-ке тең. Немесе мына 7 қосылған Б 9-ға тең. Демек Б бәрібір 2 шығады. Сондықтан Б-ның мәні 2. Енді А да шықты, Б да шықты, 7 мен 2 көбейтсек, қалай іздесек те олардың мәні өзгермейді әрине. 14 сантиметр квадрат шығады. Бұл жаңағы ауданымыз. Бірақ мына шығару жолы сәл өзгеше. Бұл теңдеулер жүйесін құрып шығардық. Яғни біз екі айнымал енгіздік. А және Б деген екі түрлі әріп енгіздік. Бірінші жағдайда біз тек қана X деген бір айнымалы енгізіп шығардық.